іші тарлық деген нәрсені айтқым келіп жатыр. Бұл бізде өмірімізге қандай зияны бар екенін айтқым келеді. Қараңызшы. Біріншіден, іші тар деген бұл ана көре алмайтын, сен бір жетістікке жеткен кезде қиналатын адам жайлы ғой, айтқымыз келгені. Бұл алыстан келмейді. Біріншіден, нақты түртіп айтатын нәрсе, бұл іші тарлық, мынау қызғаншақтық бар ғой, көре алмаушылық. Бұл алыстан келмейді. Маған мысал үшін, бөтен жақта, бөтен ауылда тұратын ұлты бөлек, ісі бөлек адам, ол менімен шаруасы жоқ оның. Ол мен байып жатырмын ба, бір жетістікке жетіп жатырмын ба, олардың менімен шаруасы жоқ. Олардың дымы кетпейді да, олардың еш жері ауырмайды да, ашымайды да. Менің жетістігіме жетіп жатқан, не болмаса менің ұрынып жатқан проблемама олардың шаруасы жоқ. Осы іші тарлық кімнен келеді? Именно саған жақын адамнан келеді. Не досың, не туған туысқаның, ағайын. Осы іші тарлық, көре алмаушылық деген осы адамдардан келеді. Өзі Қазекең бекерден бекер еш нәрсе айтпаған екен ғой. Жау алыстан шаппайды деген нәрсе бар ғой. Жау шынында да алыстан шаппайды екен ғой. Ең жақын адамдардан шабады екен ғой бұл жау дегенше. Қараңыз, ол адамдар өзі белгілі болады. Примерно білеміз да оның кім екенін. Өйткені, қараңыз, ұры адамның, өтірікші адамның, іші тар адамның көздері ойнақы болады. Олардың көздері ойнап тұрады. Еш уақытта адамға көзіне былай тіке қарамайды олар. Өйткені олар қорқады. Бір адамның көзіне тіке қараса, ана ішіндегі болып жатқан нәрсені ана оқып қояма деп қорқады. Көздері алып қашады. Сіз бір үлкен жетістікке жетесіз ғой. Сол кезде ол мына түрі күліп тұрғанмен, оның түрінен көрінеді, оның шынайы қуанып тұрмағандығы. Ол түрі күліп тұрғанмен, ол сізге көзіңізге тіке қарай алмайды. Неге? Ана ішіндегі анау қызғанып тұрған ой бар ғой, соны біліп қояма деп ойлайды да. Олар білінеді олар. Сол үшін қараңыз, қазақ айтады, егер бір адам, сен бір жетістікке жетесің ғой, ол сені қызғанып тұрса, ол байқұс, ол шыдай алмай, ол ғайбат айта бастайды. Сен жайлы сөздер айта бастайды, сыртыңнан бықсыта бастайды. Соны айтады, оған еш нәрсе айтпай-ақ қой дейді. Айтады, оған үндемей-ақ қой, онымен ұрыспай-ақ та қой, ол жайлы сөйлемей-ақ та қой дейді. Неге десе айтады? Өйткені сен бір жетістікке жеткен кезде, оның қиналуы, оған азап ретінде жеткілікті дейді. Қарасаңшы, субханалла, оған азап ретінде соның өзі жеткілікті, одан артық азап оған керек емес. Неге? Өйткені ол қатты қиналады. Ол байқұс бар ғой, мына іші тарлар. Қатты қиналады екен ғой, азапталады екен, жатып алып азапталады екен ғой. Мына жігіттер қараңызшы, рас айтайын, бөтен емес. Өзіңнің жолдастарыңмен бір жерде отыр, бір 10 шақты адам отырасың ғой. Сол кезде айтшы, сен Opelмен жүргенсің, не болмаса бір 230 Mercedeспен жүргенсің. Сол жігіттердің арасында отыр да, жігіттер, мен 70-тік Camry алдым деш, не болмаса 570 Lexus Jeep алдым Алланың қалауымен деш. Негізі исламда бүйтіп айту керек. Бір адам осындай жетістікке жеткен кезінде, оны естіген адам не деу керек? Маша Алла деп айту керек. Бұл тақырыпты біз қозғаған болуымыз мүмкін, тағы да қозғап жатырмын, өйткені бұл біздегі ауру, бұл жазыла алмай жатқан ауру, дерт болғандықтан қайталап айтып жатырмын. Сонда біз Маша Алла деп айтуымыз керек еді ғой. Бірақ сіз достарыңыздың арасында отқан кезде ше, мен 570 Lexus алдым деңізші. Қойе дейді. Қойе. Бұл деген сөз не? Мені қинамаш, мен жүрегім ауырады қазір. Маған дерт сыйламасайшы, қойсайшы дейді. Онда ауыр сөздер айтпашы деген сөз ғой бұл. Қойе дегенше. Сөйтеді да, енді оның бақыты бітеді сол жерден. Мына отырыс ол үшін ең нашар отырысқа айналады. Неге? Ол отырады да, енді есептей бастайды. Мен Қазекеңдерге айтып жатырмын. Егер дүниеңді есептегің келсе, үйіңе барып ақшаңды санамай-ақ қой. Көршіңнен сұра. Көршің сенің дүниеңді жақсы біледі. Біз осы сондаймыз ғой, көршінің малын санап жүреміз ғой біз. Көршінің малын санап жүреді ғой біздің Қазекеңдер. Енді ана отырады, ана ішіндегі бір екеуі үшеуі бар ғой, ана іші тарларша, отырады да есептей бастайды. Бұның мынанша қойы бар, мынанша малы бар,
мына машинасы бар, бәрін сатқан кезде ана Lexus'тың бағасы мынандай болса, что-то әлі бір 10 мың, 15 мың доллар жетпейді әлі. Анау қарасай, сенің бүкіл малыңды есептеп, бірақ жеткізе алмайды ақшаны, сөйтеді де отырады да енді ойланады. Бұл қалғанын қаяқтан алды бұл? Атаңа нелет, бір жерден ұрлық жасады ма деп ше, анау отырады да ауырады ғой анау. Кішкене уақыттан кейін ойнап айтам, жігіттер, қаяқтың Lexus'ы дейсің ғой, сол кезде айтады. Бәсе сөйтіп айтсайшы дейді да. Бәсе сөйтсейші, адамның жәнін қинамай дейді да. Қараңыз.